Қайырлы күн балалар. Бүгін электростатика Кулон заңы бойынша қарастыратын боламыз. Электростатикада электр заряды деген зарядтардың түрлерімен танысамыз. Зарядтардың, егерде зарядтар аттас зарядтар болса, бірін-бірі тебетін болады. Ал әр аттас зарядталатын болса, бірін-бірі тартатын болады. Зарядталмаған шарлардың арасында ешқандай әсер байқалмайды. Бұндай құбылыстарды біз күнделікті өмірде жиі байқаймыз. Шашымызды тарақпен тараған кезде, немесе сол тарақты ұсақ қағаздарға апарған кезде, олардың тартылатын құбылыстары байқалады. Неліктен? Өйткені екі немесе бірнеше денелер жанасқан кезде зарядталады. Ал сондай-ақ синтетикалық киімдерді шешкен кезде де байқаймыз, сытырлап денемізге жабысатындығы байқалады. Найзағай электр зарядының кеңістікте таралып, электр тоғының пайда болатындығын кейінде қарастыратын боламыз балалар. Осы құбылысты анықтаған 1785 жылы Кулон болған. Кулонның айтуы бойынша зарядталған денелердің арасындағы өзара әсер күш зарядтардың шамасына тура пропорционал, ара қашықтығының квадратына кері пропорционал болады делінген. Сол Кулон заңы F тең болады К кубр көбейтілген q2 бөлінген R квадрат формуласы бойынша анықталады. К-ның орнына 9/9 дәрежесі ньютон метр кулонны қоюларыңа болады. Айталық, міне екі аттас зарядтың арасындағы өзара тебілу күші немесе әр аттас зарядтың арасындағы тартылыс күші осы Кулон заңы бойынша анықталатын болады. Олар енді осы Кулон заңын есепке қалай қарастыруға болады. Бірдей, берілгені бірдей, шамалары бірдей, зарядтары әртүрлі, -15 кулон және микрокулон және 25 микрокулон болатын қарама-қарсы зарядталған екі шар берілген. Егер осы екі шарды түйістіріп, қайтадан 5 см қашықтыққа орналастыратын болса, кулондық күш қанша болады және олардың зарядтары қалай өзгереді. Біз зарядтарды қосып, екке әгіндегі қайтадан ажырастырған кезде, олардың зарядтары бірдей бөлінеді, 5-10-6 дәрежесі кулон болады. Осы екі зарядтың арасындағы 5 см қашықтықтағы кулондық күшті мына формуламен анықтайтын болдық. Сан мәнін орнына қоямыз. R-дің орнына 5-2 дәрежесі болғандықтан квадраттап 25-4 дәрежесі деп жазамыз. Көбейтіндіні орындаймыз. 90 ньютонға тең болады екен. Кез келген зарядтың маңайында электр өрісі болады. Электр өрісі физикалық шама, оны электр өріс кернеулігімен анықтаймыз. Әріпімен белгілейміз. Кернеулік деген ол күштің зарядқа қатынасы. Ал кез келген оң зарядтың күш сызықтары анық төсінде сыртқа қарай бағытталады. Теріс зарядтың электр өрісінің кернеулігі өзіне қарай бағытталатын болады. Мұна стрелкалар күш сызықтары деп аталатын болады. Нүктелік зарядтың электр өріс кернеулігі 1/4πε0 көбейтілген q бөлінген R квадрат формуласыменен анықталады. Осы электр зарядын жинақтайтын қондырғы конденсатор деп аталады. Ол конденсаторларды балалар сендер күнделікті байқайсыңдар. Телефондарыңда заряды азайған кезде тоқ көзіне қосамыз. Бірнеше сағаттың ішінде біздің конденсаторымыз зарядқа толады да, ары қарай зарядпен қамтамасыз ететін болады. Сондағы конденсатор дегенім ол қарама-қарсы зарядталған параллель екі пластинка. Ортасына диэлектрик орналастырылады. Диэлектрик, ол диэлектрик слюда, чыны, текстолит болуы мүмкін. Конденсатордың электр сыйымдылығы С әрпімен белгіленеді, Q-дің U-ға қатынасы. Конденсаторлардың бірнеше түрлері болады. Соның ішінде жазық конденсатор өте жиі қолданады. Жазық конденсатордың электр сыйымдылығы ε0 ε көбейтілген S бөлінген D формуласы бойынша анықталады. S ауданы, D ара қашықтығы, ε электр өтімділігі. Конденсаторларда электр өрісінің энергиясы пайда болады. Мына формула Cu квадрат бөлу 2 тоқ көзіне қосылған конденсатордың энергиясы.
Ал q квадрат бөлу 2 бұл тоқ көзден ажыратылған, зарядталған конденсатордың электр өрісінің энергиясы. Ал егер тізбекте екі немесе бірнеше конденсаторлар, олар тізбектей және параллель қосылуы мүмкін. Егер екі конденсатор параллель қосылатын болса, жалпы сыйымдылықты тапқанда сыбырға С2-ні қосамыз. Ал конденсаторлар мынандай тізбектей қосылатын болса, онда жалпы сыйымдылықты тапқанда кер шамалары, әр конденсатордың кер шамаларының қосындысына анықтайды екенбіз. Міне балалар, біз электростатика, электрзаряды, электр өріс кернеулік деген осындай шамаларды, осындай қарапайым мәліметтерменен анықтайтын боламыз. Осыны естеріңде мәңгі сақтайтын боласыңдар. Енді өз білімдеріңді анықтау үшін, тексеріп отыру үшін мен осы видеома бинго ойыны арқылы білімді тексеру ойынын қостым. Бұның ссылкасын описанияның қалдырамын. Кез келген уақытта осы бинго ойынын ойнау арқылы электр зарядтарының электростатикадағы білімдеріңді тексеріп отыруға мән береміз. Ойынды бастаймыз. Электростатика тарау бойынша білімімізді тексерейік. Ойынды бастадым. Мына қондырғының ішінде бірнеше чарлар бар. Нөмірленген чарлар. Тоқтатқан кезде 5-ші шар домалап сыртқа шықты. 5-ші шардың сұрағы әр аттас зарядталған чарларды анықтау керек. Бұның ішінде 2-ші, 3-ші шарлар тебіліп тұр. Демек, олар аттас зарядталған. Ал мына 4-ші шарлар тартылып тұрғандықтан меніңше олар әр аттас зарядталған. Біреуі плюс, біреуі минус зарядталған деп ойлаймын. Жауабы 4-ші шарлар болды. Келесі сұраққа ауыстық. Ойынды бастаймын. Шарлар айналып жатыр. Тоқтаттым. 11-ші шар домалап сыртқа шықты. Сұрақ электр өрісін сипаттайтын шама. Электр өрісін сипаттайтын бұл электр өрісінің кернеулігі деп аталады. Е әрпімен белгіленеді. Жауабым электр өрісінің кернеулігі. Келесі сұраққа ауысамын. Ойынды ары қарай жалғастырамын. Шарлар айналып жатыр. Қондырғыны тоқтатамын. 2-ші шар домалап сыртқа шықты. 2-ші шардың сұрағы 100 вольт потенциалға зарядталып, 10 нанокулон заряд жіберген кезде конденсатордың сыйымдылығын анықтау керек. Сыйымдылықты анықтау үшін зарядты уға бөлу керек. Ал мұндағы заряд 10 нанокулон, оның минус 9 дәрежесіне көбейтеміз. 10-ның минус 9 дәрежесін 100-ге бөлемін. Сондағы жауабым 0,1 нанофарадан. Келесі ойынды ары қарай жалғастырамыз. Тоқтатқан кезде 4-ші шар сыртқа шықты. 4-ші шардың сұрағы формуладағы жазылмаған шама етең болады. Күштің зарядқа қатынасы болу керек. Сондықтан мен ойлаймын, жазылмаған шама күш. Дұрыс айттық. Келесі орынды ары қарай жалғастырамын. Қондырғымды айландырдым. Тоқтаттым. 18-ші шар сыртқа шықты. 2 нанокулон және 1,5 микрокулон 2 заряд қандай қашықтықта 2,7 миллиньютон күшпенен әсерлеседі. F тең болады K кубір Q2 бөлу R квадрат формуласы бойынша R квадратты табу үшін K кубір Q2-ні күшке бөлемін. Бұл жердегі нано минус 9, микро минус 6, милли минус 3 екендігін білеміз. Он сан мәндерін орнына қойып, түбір шығарып табамын. Менде 10 сантиметр шықты, немесе 0,1 метрге тең болды. Міне балалар, осылай ойынды ары қарай жалғастыра беруге болады. Ойын тек қана ойнап қана емес, бар физикалық құбылыстарды меңгеруге, есепті шығаруға әсер етеді. Сондықтан осы видеомды көріп, комментарий жазып, ойларыңызды қосуға болады.